Тезек тұрып, жақындатпайды. Сонда жаңа айтқаны ғой Сүйінбай. Ай тезек, қан емессің, күйіксің, бүкіл елді айдап жеп, төріңе зор асыйыпсың. Ұрымен қара залымның қасыңа бәрін жейіпсің. Қанша жесең тоймайсың, түпсіз жатқан үйіпсің. Қадырың жоқ, қамқан аққан судай жейіпсің. Ай тезек, түрімісің, қарамысың, жемесең ұрлық малды өлемісің. Жетімменен жесірдің ақсын жеп, ақыретке барғанда беремісің. Айтты дейді ғой. Соны екеуің арасы салқындап, ажырап кетті дейді. Тезек түрі өте мықты, өзі билігімен қатар ақындығы да бұл. Мына шеті түбек ақын Найманда, ар жағында Бақтыбай бәрін жинап өстіп отырып, сөзге араласып, өзі үйретіп, кей айтатын жері айтып, сөйтіп отырған мықты адам болған осы. Сөйтіп отырған кезінде, мынау 1847 жылы Сауық батырды өлтірді. Сауықтың артынша Кенесары Наурызбай кетті. Оның алдында мынау Шаншылы Бердіқожаны өлтірген, Жапөк деген батыр бар, оны өлтірген. Қырғыздар біздің 8-9 батырды өлтірді. Сонымен арасында Кенесары Наурызбайдың ең қашып шалқып кетті дейді қара. Сол арадан қызыл жер өтіп дуылдап, екі жақтың қайта-қайта барымталап, жылқысын асырып бере алып тұрған кез екен. Бұлар қырғыздар кеше Қоқан хандығы 1828-де бітті ғой түгел. Біздің хандық жойылып, мына жақ орысқа кетті, ана жақ орысқа кетті. Бізді жетісу түгел Қоқанға қарап кетті ғой. Сол уақытта қырғыздар Қоқанның қоластына кіріп, оның алдында мына Балқашқа дейін мал бағып отырайық деп жер сұрайды екен. Сол отырады, биыл біреу келеді, келесі жыл біреу келеді, сөйтіп жағалап отыра береді. Ана жерде Нарынқол келген жаққа жайғасады. Ал Қоқанның астына кірген кезде, мына біздің жер, мына жерді біз алайық деп күш салды дейді ғой қырғыздар. Сол уақытта Сұраншы Сауық Дулаттың батырлары бар, Байсейіт деген батыр, мына ішінде айтылады. Сол батырлардың бәрі қырғызды Алатаудан 2 рет 3 рет атып тастайды. Сөйтіп Алатаудың басына белгі қойды. Мынадан енді бер ассаңдар, ажалыңды көреді. Оның алдында жаңа Сауық батырды өлтіреді. Сауықтың бұл өте үлкен батыр болған. Мына орыстар бекінісі ұстап, Талдықорған бекінісі, Қапал бекінісін ұстап келді ғой. Сөйтіп анау Қапалға жақындаған кезде бекініс салып, сонда ана Найманның батыры кімге Сауыққа адам жіберген ғой. Сонда 2,5 мың әскермен кеп, Орентал деген генерал-губернатордың 5 мың әскерін талқан қылды дейді. Сонда Сауық қараяқтан ту көтереді екен. Көтерген кезде мына жақта қасында 20 шақты жігітпен шабат кетеді екен. Ана жан-жаққа хабар кетіп атады. Мынау жаңағы алтын емелге жеткенде кешкі сағат 4-те жетіп 6-ға дейін отырғанда әскер толық келіп үлгереді екен. Бұл Шоқан жазады. Бұл Сұраншы мен Сауық, бұл өте сильный, великий полководец дейді. Бұл 3 уақытта жеңілмейді дейді бұлар. Тактикасы өте мықты дейді. Сонда жаңағы Оренталды, Қапалды басып жатқан Оренталды талқан шығарады олар. Таң бозармай кіріп, талқандап, түс ауғанша сабайды. Орыстарды іленің бойында қуып жүріп сабап, басының қанына қызып, Оренталды ұстап келеді қалына, Сауықтың балына. Сонда айтады, мына тиіс жатқан халыққа неге тиесің? Деп, мұрнын кесіп алды дейді, құнтитып. Екі құлағын кесіп шұнтитып, тырдай жалаңаш шешіндіріп, қолын артына байлап, орынборға айдап жіберді дейді. Баяғы Колпаковскийдің келетін кезде 15 жасында. Сондай батыр, мына Сұраншы, мына Сауық батыр тұр ғой. Екеуіне сеніп тұр ғой Сүйінбай. Ана сөзді айтып тұрғанда арқасында екеуі. Сұраншы Сауық барында қайсың бетке келеді дейтін кез ол. Сүйінбай. Сөйтіп отқан кезде, анаяқтан Кенесары Наурызбай кетті. Ал енді қырғыздар сол екі ортада бұл 47 жылы кетті, 53 жылға қарай хабар берді ғой. Ас берейін деп жатырмын Орман хан деген. 300-ге ас беріп, ар жақтан сырдың бойы, бер жақтан арғын Найманның бар, бір жақтан Ожыз жетісу бәрі келе бастайды. 6 ай болмайды. Содан не айтасыз? Жаңағы хабар кеткеннен кейін бұлар дайындала береді ғой. Кімді апарамыз деп. Сонда түбекпен айтысып көреді. Тезек. Ар жақта Бақтыбаймен айтса, тағы ақындармен айтысып көрді дейді ғой, қалай болар екен деп. Бірақ көңіл толмай отырды дейді. Сөйтіп отырғанда бір айдай уақыт қалғанда қырғыздың арасынан бір әңгіме шықты дейді. Қырғыздар Орман хан тарихта болмаған жағдай жасайын деп жатыр. Айтысқа 15 жасар қыз тігеді. Егерде қазақтың ақыны жеңсе, 15-те қызды алады екен. Ал қазақтың ақыны жеңілсе, тезек түрі бастап келген қазақтың би болыстары атын тастап, ертоқым жүгенін арқалап жай отыр. Деген әңгіме шығып тарап кетті елдің арасында. Бір ай қалғанда дейді. Ал енді бұл
официально айтпаса да әдейі жіберіп отыр ғой, елестей берсін деп. Ал енді уақыт жақындаған кезде тезектері қылпылдай бастайды. Не істейміз? Оның ішіндегі жетігі мықтысы Сүйінбай, соған кісі салады ғой. Соның қалып келді дейді. Сүйінбай үйде отыр екен дейді. Сүйінбайдың сол бұны ана өздері кім айтады ғой, ақандар айтқанда 20-да деп қояды. Қамыс екен сөйтіп қояды. Ол 20-да емес. 1815 жылы туған, 53 жыл 35-ке келеді ғой. 30-ның үстіне келіп тұрған бесте кезі ақыл әбден толықсып, аржақ бір жақты біліп тұрған кезі ғой. 20-дағы жігіт ондайды айтамайды. Сонда жаңағы қырғыздың бәрі кісі жиналып тезектері бастаған қазақтың екі жақсылары мынаяқтан орта жүзден, аржақ, кіші жүзден жиналып, Қордайдың белесінде жиналып Ыстықкөлге жақындап дейді. Сөйтсе Қатаған деген ақыны бар екен қырғыздың. 6 ай дайындалып, 6 ай бұрын сол жерде үлкен айтыста 500 жылқыны жеңген екен. 500 жылқыны әкеп қораға қамап қойып, енді Сүйінбайды күтіп жатыр екен. Сүйінбай келсін мен қорайын деп. Соған сүйекенде ондай не жоқ? Дайындық жоқ. Ол енді өзінше дайындық бұл кісіде тегін емес қой. Бірақ ананың қай позицияға дайындалып жатқан белгісі ғой. Қазір ақылдас сияқты ақылдасып жазып алып, біріңе бірің былай деп айта береді. Сонымен уақыт жақындады. Қарабайтық деген қырғыздың бегі, Манап, соған тапсырыпты Орманхан. Мына қазақтар келеді, тезек төре бастаған қазақтың екі жақсылары бар, ортасы кішісі бар. Анау 24 қанат үйге жайғастырасың деп. 12 қанатты ортасынан бөліп 24 қанат жасап, ішінің бәрін жақсылап күтіп дайындап, күтіп отырып дейді. Тезек төре бастап қасында Сүйінбай бар. Келе берген кезде бәйтік алдын ашып, "О, бір туған бәйкелер келдіңдер. Жоғары шыққылай үйге кіргеле" деп. Бәрін кіргізіп жайғастырды дейді. Отырып енді шайды алып тамақ, енді шайды ала берген кезде анандай жерде отырады дейді Сүйінбай. Сонда айтты дейді ғой, Қарабайтық. Мына сұлу жігіт Сүйінбай Тұрбайға деп. Сонда Сүйінбай домбырасы қасында ұстап отыр екен, Сүйінбай қағазға сәлем беріп жатқан кезде екен мынау. Сәлем бердік, мүбәрәк жүздеріңді ау жаңа көрдік, дөбірлі ашиыммен құттықтауға, туысқан қырғыз елі сізге келдік. Жүйріктер қосылмаған қойушанға, қосылар қыран бүркіт қашқананға. Ау Ханжантай Қарабайтық әкекеңе, келібек сәлем беріп Орманханға. Ауарғатаң ератіке батыр жантай, басыңа кидің бөрік қызыл алтай, қанаттас қырғыз елін көрмеу үшін. Күткені осы айтысты болды алтай. Бас қосқан екі халық ұлы жиын, келген соң сөйлеу керек сөзден қайтпай. Қол жайып Құран оқып өткендерге, әруағын атам қырғыз келдім жоқтай. Қол жайып Құран оқып өткендерге, әруағын қазақ қырғыз келдім жоқтай. Деп артына жаңа Кенесары да қосып жіберді дейді. Әруағын қазақ қырғыз келдім жоқтай. Сөйтіп отырған кезде жаңа Қарабайтық айтты дейді. Ол Сүйінбай жырақ. Біздің саған елі дайындап отқан шоң ұршығыз, ақынымыз бар. Сен айтысы белі көресің бі же, айтысты өз қолынан бересің бі деп айтты дейді. Сонда Сүйінбай қасында домбыраны алды да анаған жауап беріп жатыр екен дейді. Жаңа Қарабайтықке. Ау бәйтік асқақтап тұр беделіңде, Манапсың қасиетті өз еліңде. Бүркіттей ақ жем жеген тасқа түсіп, келіп тұр бабыңменен кемеліңде. Қазаққа жыршымыздың жайын айтсақ, сасады Сүйінбай дегеніңде. Шығарып ақыныңды қос бәйгеге,
Köreyik kişimenen önerinde hav kayda otur akınыңды şakır ver. Bolsa eger osurdanın köleminde koyunda bolsa öneri urunbayma sözümnün uşkundağan kezeninde dep barıp kayıp toktat deydi. Сөйтсе мынау қасына қапталдап тіккен алты қанат ақ орданың ішінде қатаған дайындалып отырған дейді. Қомызы қолында. Оның қасында екі қыз масасын қағып, шылым қағып, сорпа суын дайындап, сөйтіп баптап дайындап отырған дейді. Мына сөзді, мына киіздің қабатынан өтіп жатқан сөзді естіп отырды да қолына қомыздап, осы жүгіріп келіп кірді дейді ғой. Кірген бойда қайда отыр ақының шақырып бер деп тұрған еді. Сөзге ештеңе қараған жоқ. Келген бойда кірді де қомызды алды да ай тоқтаға қарамады кірді де кетті дейді, бастап та кетті дейді. Ұқсай ма қырғыз? Ай сүйінбай тоқтот сөсіңді ояйын бұ көсіңді. Ақынмын деп ойлайсың мен тұрғанда өсіңді. Сыртыңдан іздеп жүрші әлем, уа келтірді құдай кесіңді. Барың бір болса қаршыда барарда жерің сезілді. Қатағанды байқавай, уа түштің көп әлем қолыма, сояйым меш қып керіңді. Тырнағыма илінден қытырлатып шайдайын қыбырдаған жеріңді. Çalgın gelip oturma, o kara canımay kızgışım. Kan orman beytik bektirdi. Ha Suyunbay senden cengilsem, katağan bol boy katayın, gökçüşüktün catayın. Saruda caylı sabasın, yıkık pun dön atayın. Aybaltalı kılıçpен mаңдайыңды қақ жар, о қаныңды судай жасайын. Сүйінбай, боз жапалақ сен елің қияқты шуңғар мен едім. Тырнағым саға елесе, қалбайт қочел кен қиыл. Осы жолы жеңілсең, келбейсің қайтып жең қай. Ошондолыңе қайтарсың, көзіңден жашың тиілбай. Келіп қалдың ордығы қатағанды байқабай. Манаптарым тоқтой тұрғыла, Сүйінбайды жеңемін құдайға да сыйынбай. Қорықпоймын ақын дева, Сүйінбай маға бүйінбай. Мана жаңа видеоға сұрап қыздар айға жіберу керек. Ай чоңларын кемин мекенім, ақын деп сені қан тевен. Жебесі өткір жадайбын, сүйегіңден өтеуін. Мені білен айтсаң ақ түйіңі жетеуін. Сүйінбай сені ақын деп бекірақ келген екемін. Жар башында жан тақсың, жарап жүрген бұрабын, бір оқ чайнап кетемін. Менің атымың атаған, қоңыр бөрі ашында 500 жылқы қармаған. Сүйінбай чоң ақын деп мұның несін атаған. Сүйінбай сенден жеңілсем қатаған бол бой қатайын. Ва көкті шөктен жатайын. Қазақ қырғыз таңырқап, қатаған шайыр атаған. Сен секілді ақындар тезесінен жығылып, алдыма келіп баталған. Жан тараған, күнді чабып жараған. Қарабайтып бегім бар, падишадан барып чен алған. Қай жақшың бар қазақты қан орман қауып балаған. Батырда жантай мен отыр, осына қырғыз қараған деп айтпайды. Алыстан орап, келейін сазайыңды берейін. Сүйінбай сенден жеңілсем, ордадан шықпай өлейін. О арманда қалба Сүйінбай, ақын бел болсаң байқайын. Ешіңді сенің одар, мәңді бір о шайқайын. Айтыспаймын сені мен, шешкөріс өтуі қайтайын. Өзімді жерге баш ұрған, кезеңден қуып ашырған. О
Тау өзенді жүргіп башырған, кезеңден қуып ашырған, найзаға желек байлаған, қазақты чабып талқандап, жылқысын қиып айдаған. Асүйінбай елінге әшкер тартып барғанын, сөзімдің тапшы жалғанын, атқада менген нарларым, Кенесары ханыңның башында кесіп алғанын. Наурызбайдай төріңді итке сүйреп салғанын, заты жаман Сүйінбай кәнеге кейін қалғанын. О елімдің атынан айтайын, сарбақшпен мұңдысым, жағамдағы құндысым, о маңдайдағы жұлдысым. Бұғы деген көп жұртым, байлық десең мұнда бар, ей батырлық десең мұнда бар, шоңдық десең мұнда бар, көкчап қоян құмда бар, мендей ырчық айда бар. Сару деген қырғысым, саруымдан қозғысым, күні түні айтсаңды бұға келбейді қаруың. Аның қатарында көп солты, найзасын ташқа сайған, азу мініп жаратқан жауды озын оғаратқан. Сол солтың ішінде қалың бір қара қанайым, қанайымды ақ керіп, қаптаған қара бұрындай алтартыңды ұрайын. Қазақ қандай мен несіне қарайын, о мұндай барсам тынайын, қиырға көңілі бұрайын. Тау бұясап тасып ұшқан, қанаты күміс құмаймын, о башанға түсер руай, түбінгі жетіп тынайын. Байшыбаймын сенімен шешкір сөтіп сынайын. Бұғыменен саяқты, о артық қылым нәсілін жаратпады оба құдайым. Алатоны түтіліп, тау үшкідей түк башып, саяғым ау шығайын. Мұндай барсам саяғым аман тұрғанда, Сүйінбайдың үстінен алатты өзіні таяғым. Алатоны түтіліп, тау үшкідей түк башып, саяғым ау шығайын. Мұндай барсам саяғым аман тұрғанда, Сүйінбайдың үстінен алатты өзінің таяғым. Талай дербіш қаңғырып, қолға түскен құл болып, дезесінен жығылып, құшақтаған бұтында, бұтында деп бар, қайыр тоқтатты. Содан елдің бар отырған қазақтың ап деп айтты. 300-дің екі жақсылар отырған. Ана жерде Қырғыздар отыр және. Қырғыздың би болысы бөлек отыр, қазақтар бөлек. Айтыс Қырғызстанда тұрған. Ыстық керемет міне. Істектеден қалайсың? Ыстық көздің жоғар жағында. Содан бір кезде қазақтың екі жақсылары ал Сүйінбай домбыраны айтты. Ал деп қалды дейді. Сол Сүйінбай домбыраны алды да Сүйінбай кірді дейді қайса. Бұл дүние айтпайды Сүйінбай. Деп шайқайлап Сүйінбай бар тоқтат дейді. Дау шықпай қалды дейді Сүйінбай. Іштегі ыза кек жаңағы айтқан сөз мында кеп тіреліп қалды да тоқтап қалды Сүйінбай дейді. Қазана бөрті қашуынан жарылып кетейін деп тұрып. Сол кезде қатағанның қасында отырған бір манап айтты дейді. Біздің қатағанға деңгел бетіп қойман қазақтар. Бергіле, айтысты жеңген безді, қатаған жеңді, айтысты бергіле. Бергіле, ман қазақ қайдан келеді біздің қатағанның қармауына келмейді қой деп айтты дейді. Сөйтіп отырған кезде ана бұрышта отырған бөлтірік шешен отырады дейді. Етіктің қошында қамшын су ұстап тоқтат деп айтты. Тоқтат. Ой қырғыз, Сүйінбай сөз таппай айтқан жоқ. Бұл қысылып отыр деп қасына таяп келді дейді. Қолда қамшы. Ай қызлекей, сен не албасты басты? Шығар даусы деп тартып көрбеді Сүйінбайды арқадан. Сол шарт етағанда Сүйінбай бір екі көз алаң етеға баспанға қайта түсті дейді орнына. Сонда мынау тіреліп тұрған жаңа ашуымызда сол қыз іште түсті дейді. Сол кезде бар Сүйінбайдың көз жағына домбыраны қайта кірісті. Сол уақытта мына қабанжырау Сүйінбайдың ұстазы ғой. Құлақты бұра байқайлайтын әдеті бар ғой. Құлақ тарт деп айтты дейді. Сүйінбай домбыраны қағып, құлақ қағып, бұрап отырып аяға басты дейді. Хау деп айғайға басып қараса, ана жерде отырған тезектері құп-құп болып кеткен, қолында қамшыны пышақпен кесіп, бөліп суға айналып та, осы төмен қарап құп-құп болып кеткен екен. Жеңілдік деп отырған. Не айтамық деп отырған. Біттік енді деп отырған кез сонда Сүйінбай содан тезектен бастады дейді. Hay kaşırma törü kanında, kırgızayın canında. Katağandan cengilsem, talap bir algın malımda. Tav izlegenim mus edin, izlegenim tavılda. Özünün özü
айтқан сөзден жаңылды. Қызып тұрған темірге өзі келіп қарылды. Алжыған тазы секілді аңдамай шалдың аңды. Ау қатаған, жүрегің неге ау қабында. Алмаста семсер қылышпын, алтыннан соққан сабымды. Нар кескенге жолықтың, шашармын судай қаныңды. Қабағын шытса сүйінбай, тартыл қылып тартарсың қойныңдағы жарыңды. Өзің айдап келерсің қораңдағы ай малыңды. Ау, күшіңді білмей қатаған, менімен қалай ойнайсың? Сүйінбай сынды ақынды жеңемін деп ойлайсың. Қырғименен ойнаған, ажалы жеткен торғайсың. Ақ құстайын ұшайын, аяғыңда ұсайын. Көппін деп айттың қатаған, сөзіңнен осы ұстайын. Тас тұяқты тұлпармын, қырқалап таулан асқанда жолыңды кесіп қырқармын. Тау шошаңдаған қатаған, ақсыз өлмеш жалаға, сүйінбай сөйлер шындығын, маңыма жақын жолама. Күллі халық алдында келтірем қазір тобыңа. Тау қатаған, қатаған жүйрік ақын деп мұның несін атаған. Көптігіңді білемін, үш атаның ұлысың, жаратқанның бірісің. Мен шынымен сөйлесем, жұртта қалған күшіктей, о айдалада ұлырсың. Қозғасам саған бір сөз салнағын. Ай, тосырқаған тораттай, бойыңда қалмас иманың. Білмеймісің қатаған, төбеңнің құдай ұрғанын. Жалған сөзді көп айтып, бәле қуған қатаған, әркімге тиді ау салдарың. Ай, одан да арыс шудейін, соққан желдей гулейін. Ескен желдей гулейін. Қоңыр бөркім суаным, азда бір болсай жуаным. Халыққа тіл тигізбе, желменен көктің жүзінде шөгіп бір жатқан мұнарым. Хай одандар қарайын, таңбалы тасқа барайын. 12 атам ол жақта тарақ дейтін жұртым бар. Ақ көкті өлтірген орақ батырмықтым бар. Хаварға тасын айтайын, толған айдай толқыған, қоғалы көлдей шалқыған. Шешен тілді балқықтан сыпатылған бұл жұртым, үлөздерін жерлеген, сыр суындай үрлеген, дұшпанға намыс бермеген, баг дәулеті кернеген. 12 ата жалайыр, аршынға қолын сермеген. Батырлық ерлік мұнда бар, маңына дұшпан келмеген. Тұлпар аттар сол өлді, ақ ордада бағылып, дорбадан торбын жем жеген. Алтынды шашақ найзалы, батыр десең сол өлді, найзамен шаншып етсеген. Ажалдан бұрын өледі, ыңғайына көнбеген. Сұлу десең сол өлді, өмірде адам көрмеген. Ерлерін сыйлап әдеппен, ашпаған бетін пердеден. Батырлар ауып жасалып, шашал десең басал, аттары кетпес кермеден. Хай одан да бұлай істім бар, Алатауда күштім бар. Хай оларды қозғасам, қатаған артың мұштыңдар. Сол істідан тараған ойықпенен телегім, ол елімді мен айтсам, сыр қырар сенің желігің. Тыныштықтан қорқасың, тілеймісің халықтың жаугершілік бүлігін. Оу қатаған, қот қатаған, құрсынай мұндай ырымың. Хай одандар ұрайын, көсек-өсік көктеген, батырлық пен ерлікті ешбір пенде жетпеген. Ай жалпақ жатқан ошақты, атамыз қойған осатты. Батыр десең онда бар, қарулы жауға оқ атты. Шапқыншы жауды болжалап, талай жерді босатты. Қатаған жолың болмайды, тіл тигізіп халыққа, әр уақытты елге ау тасатты.
Тауда көкжік іргелі, жігітінің бәрі де теке жаумыт мінгелі. Дүниенің қызығы тамаша дәурен сүрген ай. Онымен жалғас қатарлас, шапырашты елім бар, асқар таудай белім бар. Шапырашты еліме, байтақ жұртта сенім бар. Ай жауын жөнген қырат, тұлпары мінген жарат. Қай жерде менің теңім бар. Сұраншы сауырға аттанса, сыртқы жауға өлім бар. Қарасайлап аттансам, дұшпанға қазған көлім бар. Шапырашты қалың ел. Мен қарасай ұлымын, айтулы ердің бірімін. Алатауды бөктерлеп өлді жатқан шапырашты. Батыр туған ел едім, талайға тиген көмегім. Сұраншы саурық барында, қайсың бетке кебедің. Құдияр ханмен орманды алдына салып қуғанда, табылмай кеткен дерегің. Қаршыға тиген шілдей қып, сондағы қуған мен едім. Қырғыз қазақ жиылып, тыныштықта тұрғанда, қатаған, анау да мынау демегін. Одан да бұлай тулатты, батырлар көп шығып талай жерді шулатты. Сыпатай андас Байсейіт ерегіскен дұшпанды қылышпен кесіп турапты. Ербай Сейіт кешегі қара жігітті бастаған, шапқан жауды ұстап ап, бауырын отқа қақтаған. Қырғызды бері бастырмай, бауырын отқа қақтаған. Дулаттан туған сыйқымымды қозғасам, төбеңнен кетпес қиқуым. Сол дулаттың шетеді, анау жатқан сары үйсін, қарайғанның бар үйсін. Онымен жалғас жанысым, жанысымнан қозғасам, жарып та кетір қамысың. Ерегіскен дұшпанға бермеген ешбір намысын, ал талашқа белгілі сүйінбай деген дабысын. Көк дулаттың біреуі, қалың қара ботпайымды қозғасам, күйдіремін шоқтайын. Кетерсің жанып оттайын, қос өкпіңі қадалдым, садақтан тартқан оқтайын. Орта жүздің бір елай, батыры көп дүрелі. Бұлай барсам найманым, құлашың кең жайғаным. Риза қылмай жібермес үйіне келген мейманын. Найманымнан қозғасам, пана бір болмас жиғаның. Сол найманның ішінде бегім бетім қызайым, айтқан бір сайын ұзайын. Төбеңнен әкеп өлеңді, қосын ұстап құяйын. Төбеңнен өлең сауласа, сонда болар уайым. Одан да бұлай керейімнен терейін. Ерлікпенен ептікке, мырзалықпен бектікке тәуекел қылып көрейін. Одан да бір уағым, бойыңа құйған шуағын. Аш көзіңді тайсалмай, ажал жеткен қарғасың. Бүркітпенен ойнадың, түлкілікті қоймадың. Сүйінбай сынды ақынды жеңемін деп ай қоймадың. Одан да аршу дейін, ескен желдей гулейін. Сарыарқаны жайлаған, желіге бие байлаған. Мамадағы аттары құлынтайдай ойнаған. Ерегіскен дұшпанды алдына салып айлаған. Сарыарқаны қыстаған, лашында сұңқар ұстаған. Арқа деген жерімде, арғын деген елім бар. Анау жатқан арғыным атқа қонғанда, кішкентай ғана қырғыз-ай, төбеңнен сенің қарғыдым. Арғын деген сансыз ел, мекен еткен қоныс қып, дүниенің жарымын ешкім басып көрген жоқ. Олардың қарқын арынын желге кіріп кетерсің, олардың бассаң тамырын. Сүйінбай піріңмен болам, енді батыр танығын. Сүйінбаймен теңдесіп, қаламын ба? Тағы да біраз айтайын. Арқа деген жерімде қара кесек елім бар. Толып жатқан қазақта еше түрлі тайпа бар. Одан да ұрайын,
тобықтыға барайын. Байлық десең сол елде, барыңды әкеп салсаң да, көре алмайсың маңайын. Ей манаптар қырғыздың, қатағанды ақын деп алып келдің ұялмай. Екі езулі күлкіден отырсың енді жей алмай. Ақырында қаларсың, орныңнан тұра алмай. Тағы да қалды бір жұртым, Атығай мен Қарауыл, әрқайсы сай, әр ауыл. Атығай мен Қарауыл, әрқайсы сол, әр ауыл. Хай Орал тауға бір болып, қиғаштап төмен өтейін. Бүркіттей түсі түксиіп, бағорлап қызыл жайлаған, мыңдап бие байлаған, мыңдап түйе айдаған, кіші жүзге ауыл жетейін. Елімнің қандай екенін түсінген шығар көкейін. Төніп жатқан көк тұман, кіші жүздің баласы, айналасы көк теңіз, оған барып қосылған еділ мен жайық ексу. Аулағайды тамап бұлайға, арасында сол жүрдің, сұлтанда сыйық, бақ сыйық, хан қыз екен анасы, бәрі батыр баласы, ханнан кеуіп көрген жоқ, найзасының сағасы. 12 ата байұлы, 7 аталы 7 ру, әлім менен шөмекей, халқымның едау жағасы. Одан да аршу дейін, соққан желдей гүлейін, кіші жүздің ішінде адай алсын жаппасын, жаңа бұрдым атпасын, сүйінбай сөйлеп болғанша, тұра тұшай саппасын. Хай одан да бұлай қауым бар, қаным келсе өзіңе, кең дүниеңді тарғылар, қойныңдағы жарыңды тартып алып зарғылар. Одан да ары барғанда, қазақты жиып алғанда, 92 ұлы бар, қыпшағымда айтайын, 90 баулы қоңыратты, әңгімеліп қозғасам, жүре алмайсың жалғанда. Ау батыр болсаң қанеки, бетіме тура қарашай. Ау сәлделер бір ұшақ, қожаларым топшақ, төрелерім тағы бар, хан тұқымы бәрі нар. Осыншама жерді алып жатқан қазағымның айбағы бар. Ай мына тұрған қатаған, көппін дейді қатаған, көңілімде жоқ қой санасы. Толып жатқан көп қазақ, жерменен көктің арасы. Асқаралы тау мен едім, кішкентай төбе сен едің, айдың шалқар көл мен едім, тартылған бұлақ сен едің, қылышымдай әзірет әлінің, нар кескен гау жолықтың, сүйегіңнен өтпей ме, көтер бер басыңды, сүйінбайға қарашы, қаныңды судай шөй төкпей ме, ішің жалын сыртың шоқ, меніменен айтсын, қысқардау сенің қадамың. Жеңемін деп ойлайды, ажалы жеткен құзғындай бүркітпенен ойнайды. Қайта-қайта мақтанып, жантайдың шенін қоймайды. Несін мақтан қыласың, аңға шыққан тазыға, оған да қарғы байлайды. Хау көк бастаған бұлбұлмын, топ бастаған дүлдүлмін, судан шыққан сүйрікпін, бәйгеден озған жүйрікпін. Әй шығарма қатаған үніңді, есіңе сақта құлаған, қанатың сынған күніңді. Қырғыз қазақ жиылып, алып кет шау алдымнан, жалпылдатпай мұныңды. Қырғыз қазақ жиылып, алып кеткін алдымнан, жалпылдатпай мұныңды. Сүйегің тоқтат дейді. Отырған қазақтың бәрі еңсесі көтеріліп қалды. Қарап айтып, отырған орнында қақшиып отырған дейді. Иттеріпті өзім анақтасы. Сол бір кезде мына жағында отырған бір
қарап айтып, қатаған отырған төмен қарап, әй қатаған. Емешіл сенде қазақтан қырғызды көп деп айтты. Аттың елі қыз құрымдай қазақ көп қойды. Бұл қазақтың елі ауызбіршілігі жоқ ұрығын айтқанда жеңетелен ғой. Емешіл сен бүйтіп айттың деп бірінен бір шайқас бастапты кетті. Сонан ұрды айқай шу болып жатыр. Сол кезде Сүйінбай терін басып ұрыман сүртіп, домбыраны қоя берген кезде қарап айтып қайта айтты дейді. Сүйінбай Шырақ, сен жеңдің депті. Домбыра қомыздап қайта шығайын деп отқан ғой дайындалып. Тоқтатты. Сонда қырғызында текті ғой. Негізі айтыс қырғызда өтіп отыр. Өзінің бәйгісіне біреуді сап береді, қолынан келіп отыр. Бірақ атау сөзге жығылып отыр. Тоқтады. Аналардың істеп отырғаннан. Айтты дейді. Ай Сүйінбай Шырақ, сен жеңдің деп айтты. Енді депті. Енді сен бәйгеңді сұрап көрші деп айтты. Онда Сүйінбай домбыраны алып, қырғыздан бәйгені сұрап атқан кез екен мынау. Бұрынғы айтылған әңгімелер есінде ғой Сүйінбай. Хау ер тоқымы алтыннан бір ат берген астыма, әсемдетіп мінерге, алтын қынап қылыш бер, білегіме ілерге. Уғы болсы күмістен, маңдайшасы асыл тас, бірақ отау үй бөргін, еңкейіп оған кірерге. 15 жасар бір қыз бер, онымен ойнап күлерге. 15 атан түйе бер, жүгімді артып жүрерге. 80 ат берген жетекке, жол үстінде олжа деп сұрағандарға берерге. Суырылған жүйрік болмаса, жақсы алдын ау келер ме? Суырылған жүйрік болмаса, жақсы алдын ау келер ме? Ей деп барып, сүйекең тоқтат дейді. Сонан отырған қазақтардың бәрі дуылдап көтерді. Қырғыздар басып қалды. Ертеңінде қырғыздар 12 қара тағуды қойды дейді ортаға. Сөйтіп ішін дүниеге толтырып, бұрышына әкеп екі мойнында қарғысы бар, екі тазына байлады дейді. Онан кейін бір торға әкеп қаршығаны қондырды. Содан кейін дүние мүліктің бәрін жинады, үйірі жылқы айтқанның бәрін толығымен толтырды. Сүйінбай не айтты? Соның бәрін қойды дейді. Сөйтті айтты, мені бәйгең, ал енді 15 жастағы қызды алып кел деп айтты. Күймеге сап, Ыстықкөлдің ақ көбігінен жаралғандай сұлу қыз екен, мейіз деген. Соны әкеп күймеге отырғызды дейді. Ал соның айтысы бітті, 3 күннен кейін барып, қазақтар онымен қозғалды дейді бер қарай. Ыстықкөлді жағалап, Ыстықкөлдің маңына келе берген кезде қырғыздың қызы айтты дейді. Сүйінбай бәйкеге айтып қылачы. Көшін тоқтатсын. Мен еле Ыстықкөлге бейтімін жоян қалқыммен қоштасın. Соның көш тоқтатты дейді Сүйінбай. Қыз түсті 15 жастан майысып тұрған бала Ыстықкөлге бетін жуып, қалқыммен қоштасып, сыңсуын айтып тұрған кезде Сүйінбай топтың ішінде тұрған жерде қарап тұрады дейді. Ағызып тұрып, боз жарғанның алдына келіп тоқтатты дейді. Қалды тоқтап, айналайын шырағым деп айтты. Айтыстың заңы солай деп айтты. Мен айтыстың заңын жасап, біраз жерге келдім, айтқанымды орындадым деп айтты. Шақыршы бір сүйген жігітің болса көрейін, саған лайық екен деп айтты. Сөйтсе ана ішінде жігіт те келеді екен, ол да шықты ортаға дейді. Сол өзі айтты дейді ғой Сүйінбай. Мынау қырғыз халқының сені тігіп берген бәйгесі болды. Мана байлар, билерінің бәрін сыйлап, қырғыз халқын сыйлап келе жатқаның үшін мен сізді құрмет жасайын деп айтты. Тігіп берді ғой бәйге қылып. Сонда тігіп жүрген халқыңды сыйлап, манаптарың, бай манаптарының басын төмен қаратпай, келе жатқандығың үшін сізге бір құрмет көрсетейін деп айтты. Ана жігіт қасында тұр, шырағым шықты деп айтты. Сен қырғыздағы қарындасым бол, сен менің қырғыздағы інім болайын алайын деп екеуін қосып, некесін қиып, бүкіл ұтқан дүние мүлкін бар екеуін табыстап, Ыстықкөлдің жағасын ал жақсы депті. Мыналар 150 мың шығын істеп Керемет моноспектакль тамаша. Жаңа жердің бәрін бітіріп дейді. Сонан өтті, содан 1-2 жылдан кейін қатаған қайтыс болып кетті дейді. Сүйінбай қатағанның қайтыс болғанын естиді ғой. Естиді, айтады, осындай жылын берейін деп отыр. Атап өтейін деп отыр екен деп. Ой, деп, мынау қазір Ыстықкөлге жол соламыз деп жатыр. Тіке жолға бар ғой. Сол жолмен прямо қасына досын ертіп, бір ту биені жетелеп, айғай салып барды дейді ғой. Ай, қазақ қырғыздың ортасында бұл біледі ғой.
қазақ пен қырғыздың ортасында бұндай шешен ақын жоқ еді ғой. Маған неге хабар бермейсіңдер? Келеді топырақ салатын ғой. Менің досым бауырым еді ғой. Деп бүкіл қырғыз деңгейлеп жылады дейді Сүйінбай. Сөйтіп боз биені сойып жылына. Сүйекінің тағы дерлі жасап берген қалды.